Сәлем достар, бүгін сіздермен онлайннан оффлайнға көшкен блогым туралы болады. Мен қазір сіздерге жолы бойы Ақтөбеге баратын жолды көрсететін боламын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Tuhan kenang bawa parang davleti olmaz eken kaderin sezmeme kalasın olursa şiringe ağır gemi. Күлдіртті. Так, біз пойызға отырдық, вагон дейінде тұр ғой. Пойызға отырдық. Қасымда подружкам, класстасым и заодно группаласым. Қазір Ақтөбеге жол жүреміз. Қасымызда ешкім жоқ сияқты. Келмей жатқанбыз ке. Келмес етіп жоқсың. Сондай шамада өшім жарықта Ақтөбеге барамыз. Мен Ақтөбе қаласында Жұбанов университетінде бірінші курс студентімін, кто не знает. Бұл подружкамның есімі Қарақат. Бәрі көрсетейін. Маған кажется, күн жарық екен. Бірақ қараңғылатынан анық, өйткені костюм болады. Просто күліп отырсын деп. Біздің жүктеріміз. В общем, жол болсын. Біз Ақтөбеге келдік. Бүгін жолдан келіп, кеште батты, бірақ өкінішке орай басқа комнатқа келдік. Себебі оффлайннан онлайнға көшкен кезде барлық затты алып кеткенбіз. Кесірінен дейін бе, арқасынан дейін бе, бұрынғыдан да жақсы комнатқа ауыстық. Бірақ жақсылыққа орай тек қана мына кісі көптісіздер болады. Екемізге арналған комнат беріпті. Өте қуантырық. Мен қазір осы комнатқа тур жасаймын. Біз бұрын 412-ші комнатта болдық, ал қазір 417-теміз. Кіреберісте шкаф жанға қараған кезде. Бұнда енді аты шкаф айтылып тұрған шығар, киімдер. Оң жақта стол, тамақ ішетін, мусорка, бұнда керекті заттар. Сосын біздер және бүгін продукт алып қойдық. Өзімізге қажетті, осылай молынан алып қойған дұрыс. Сосын мұнда Қарақат деген қыз, бірге сыныптасым әрі группаласым. Оң жақта ол жатады, сол жақта мен жатамын. Бұл мен армандар картам. Комнат өте үлкен, бізге сонысы қатты ұнады. Біз қазір комнатқа барлық заттарымызды орналастырып, енді қазір кешкі тамақты ішіп алдық. Кішкенеден кейін обход болады, содан кейін жатуға дайындаламыз. Және сіздерге айтатын жаңалық, мен үшін болған қуанышты жағдай, ол мен осы Ақтөбеге келгеннен кейін сыңарыммен бірге қауышатын болдық. Өйткені ол осы Ақтөбе Марат Оспанов университетінде, ал мен Жұбанов университетінде оқимын. Бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген үміттемін. Сол себепті мен үшін өте маңызды екенін білесіздер. Лайк пен пікірлеріңізді қалдырып, маған міндетті түрде жазылыңыздар. Сіздердің әрбір жазылғандарыңыз үшін өте қуаныштымын. Алда тағы видеолар күтіңіздер. Бүгінге осы.